ұлтқа қызмет ұлы іс деп Алихан тілімен айтқанда ұрпақ тәрбиесі ұлағатты істердің бірі. Армысыздар, құрметті Әділқазы алқасы және әріптестер. Алғаш өткізіліп жатқан Алаш идеясы ұлттық идея Темірқазы байқауында барлығымызға сәттілік тілейміз. Нөмірі 200-ші мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Баянбаева Гүлфия Нұрмұратқызы. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Дүйсебаева Ұлбазар Абдыкамылқызы. Таныстырылымызды Рендер Форест форматындағы сайтта жасадық. Байқаудың ережелері бойынша біз тарих және әдебиет пәні мұғалімдері STEM әдісінің қағидаларын негізге ала отырып, екі пән мұғалімі бірлесіп, бір тақырыпқа сабақ өткізуді басшылыққа алдық. Сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың басындағы Алаш қозғалысы. Мақсаты Алаш қозғалысының оқу танымдық маңызын арттыру, оқушылардың тұлғалық қабілеттерін дамыту, қоғамға пайдалы азамат болу үшін Алаш қайраткерлерінің өнегелі өмір жылдарын танып білу. Міндеттері әдебиет пен тарих пәндерін байланыстыру арқылы ұлтқа қызмет ету, қоғамға пайдалы азамат болып позициясын түсіну. Өзектілігі. Алаш идеясы ешқашан өзектілігін жоймайтын актуалды тақырып. Жыл өткен сайын қоғамның қай саласында болмасын, саясатта, әлеуметтік экономикада, мәдениет пен әдебиетте өзектілігі арта түсетін қызықты да күрделі тақырып. Қазіргі таңда бірлесіп жұмыс жасау, бірлесіп мәселелерді шешу, серіктесіп, топтасып жасау әдістері, соның бірі STEM әдістері. Алға қойған күрделі мәселелерді бірлесіп шешу. Осы STEM әдісі арқылы екі пәннің біріккен қосалқы сабағы. Сабақ құралы Блум таксономиясы бойынша басшылыққа негізге алынды. Блум таксономиясының ең бірінші бөлімі білу. Білу арқылы бірінші білу бағытында тақырып алдын ала балаларға айтылмайды. Балаларды тақырыпқа болжауға бағыттаймыз. Ол үшін түрлі әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Өзіміз негізгі сабақтарымызда поэзия кеші қылып, түрлі өлең жолдарын оқып, бұл өлең жолдарында қандай тарихи оқиғалар айтылып жатыр деген сияқты. Немесе мына сурет арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбына болжап көрейік балалар. Немесе түрлі жай ғана сұрақ жауаптар арқылы 20 ғасырдың басындағы қандай ұлт зиялыларын білесіздер деп балаларды тақырыпқа шақырып аламыз. Сөйтіп тақырып анықталғаннан кейін балаларға ақпарат берілмей тұрып, қазіргі балалар 21 ғасырдың балалары түрлі ақпараттар, мәлімет деректермен қаруланып отырған балалар, сондықтан олардан осы Алаш қозғалысы тақырыбы туралы қандай білімдеріңіз, мәлімет деректеріңіз бар, ортаға салайық деп, алдын ала өздері әдетке айналған үдеріс топқа бөліну. Бұрынғыдай мұғалімдер өзіміз бөліп жатпаймыз. Сыныптың өзі әдетке айналған үдерістің бірі, топқа бөлінген сыныпқа осындай 3 топқа сұрақтар қойылады. Екінші Блум таксономиясы бойынша түсіну. Видео көрсету арқылы сабақ түсіндірілімі басталады. Мұнда оқушылардан балалар тың ақпараттармен таныса отырып, Алаш қай жылы, қандай жағдайда құрылғандығы, алғашқы съезі қашан өтті, қосымша ақпараттармен таныс болады. Балалар өздерінің білімдерін жинақтап тұжырымдап, берілген ресурстар, яғни видео арқылы танып білген мәліметтерден кейін енді алған білімін тәжірибеде қолдану. Блумның келесі этапы қолдануға түсеміз. Осы қолдану кезінде 3 топқа бөлінген топқа 3 тапсырма беріледі. Сол тапсырмалардың бірі Алаш партиясының 20 ғасырдың басында қызметі,
әрекетін картаға түсіру, екіншісі партияның бағдарламасын жасау және бүгінгі күнмен байланыстырып өздерінің қазіргі таңда Алаштың бағдарламасын негізге ала отырып өз бағдарламаларын жасау және үшіншісі Алаш қандай мақсат мүдделері қазіргі таңда жүзеге асырылғанын Мағжан Жұмабаевтың жасанды интеллектісі арқылы өлең жолдары оқылады. Сол өлеңді басшылыққа ала отырып, мен жастарға сенемін деген сенімін болашақта қандай іс-әрекеттермен жүзеге асыратынын, қоғамға пайдалы азамат болатындығын осы жерде балалар қорытындылап қолдану әдісінде осындай тапсырмалармен жүзеге асырамыз. Бұл тапсырманы жүзеге асыру барысында Padlet тақтасы қолданылады. Padlet тақтасы қазір біз дәптерден алыстап бара жатырмыз. Яғни сандық құрылым ретінде балаларға сілтеме жіберіледі. Сол сілтемеде балалар өздері осында тапсырманы 2-3 минуттың ішінде телефонда орындайды. Бұл Padlet тақтасы, жаңа форматтың бірі Padlet тақтасында осы тапсырмаларды іске асырады. Екінші, үшінші тапсырма бойынша Мағжанның мына видеосы жасанды интеллект арқылы жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін. Осы сенімді ақтап, болашақта өздеріне қоғамға пайдалы азамат болатын жоба жоспарларын осы жерде көрсетеді. Келесі, Блумның әр тапсырмасынан соң оқушылар еңбегі бағаланады. Мұнда топ бірі бағалайды, әр номинация туралы бағалайды. Бағалаудың түрлерін атап өтсек болады. Жаңағы топ басшысына өзі де баға беріп отырады өзінің тобына. Немесе ең үздік жауап, ең дәлелді жауап, ең нақты жауап, ең креативті жауап деген сияқты жауапты номинациялармен ұстаздар қорытындылап бағалап өтеді оқушылар еңбегін. Блум таксономиясы келесі талдау. Алаш қайраткерлері қоғам дамуына қандай үлестерін қосты? Жасанды интеллект әдісі бойынша Шәкәрімнің өлеңін оқушылар жалғастырып талдау. Таусылмас мал берерлік бір білімді данышпан жан табар. Сақ молық бір шоқып бір қаралық, қарауылдар мезгіл қой тұр қарарлық. Жүз айтқан мен өзгенің бәрін адам, жалын алып абайға жүр баралық. Жалпы бұл талдау барысында түрлі әдістерді қолдануға болады. Тарихтағы классикалық демократия мен Алаш демократиясы, либералды демократияның ұқсастығы айырмашылықтарын, қазіргі таңдағы біз осы демократияны ары қарай жалғастырушы ретінде өзіміздің жағымды, жағымсыз жақтарымызды осы жерде балалар айтып талдап жасайды. Келесі этап бұл жинақтау, бағалау бөліміне қадам жасаймыз. Бұны да Padlet тақтасы арқылы енді алған білімдерін балалар жинақтап, Алашқа хат деген әдіспенен жинақтаймыз. Бұл жерде балалар Алашқа түрлі хаттар жазып Padlet тақтасында орындайды. Соның бір мысалын келтіре кетейін. Мысалы, Қайрат оқушымның жазғаны Әлихан аға, неге сол жылдары 37 жылы атылып кететіндеріңізді біліп тұрып, неге шетелдерге қашып кетпедіңіздер? Шетелге кеткенімізде 60-70 жылдарға шейін бізді шетелден басқарып, бағдар беріп темірқазығымыз болып отырар едіңіздер ғой деген сияқты. Немесе Алашқа өздерінің сенімдерін ақтап, олардың сол кездегі арман мақсаттарын қазір орындап, болашақта 21 ғасырда әлі кеңес кезінен қалып қалған түрлі сарқыншақтар, сыбайлас жемқорлық, бюрократия сияқты түрлі жағымсыз әдеттермен алысатын жол бермейтіндіктері туралы осы хатта тамаша етіп жазып кеткенін мақтан ете аламын. Бұл Алашқа хат Блум таксономиясы бойынша сабақтың қорытынды 21 ғасырдың баласы ретінде сол тарихи оқиғаға өзіндік бағаларын беріп жатады. Осыдан кейінгі сабақтың соңғы сәтінің бірі кері байланыс. Кері байланыс 3Q әдісі бойынша жүзеге асырылады. Бірінші, бір қызық ақпарат, бір қиын ақпарат, бір құнды ақпарат.
кері байланыс жасаймыз. Жалпы біз бұл сабақтарды кіріктіріп, STEM әдісіне салып өткізудегі негізгі басты бағытымыз мына өз заманында жазылған Мағжанның педагогикасы, кішкене сөйлеп тұрасыз ба? Аймауытовтың психологиясы, қазіргі замандағы оқу ағарту министрлігінің біртұтас тәрбие, осының барлығы 20 ғасырдың басындағы алаш тәрбиесімен ұштасып жатқан қазіргі тәрбие бағытының бірізділігі, ұрпақтар сабақтастығының жалғасы екендігін айтамыз. Осы бір ғасыр бұрын жазылған осы шығармалар күні кеше ғана жазылған сияқты бүгінде өзінің өзектілігін тауып жалғасын табуда. Қорытынды. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Алаш идеясы ешқашан құндылығын жоймайтын ұрпақ тәрбиесіндегі басты темірқазығымыз. Алматы қаласының мемлекеттік архивінде түрлі музейлерге барып, оқушыларға кездесу сабақ, танымдық сабақ жүргізу біздің 200-ші мектепте әдетке айналған үдеріс. Архивте Тынышбаевтың Ермек қаласындағы Ерлер гимназиясында оқыған құжаттарымен танысты. Бұл да оқушылардың танымдық дүние танымын дамытып, белсенді азамат болуға бағыттайды. Алаш идеясы ешқашан құндылығын жоймайтын ұрпақ тәрбиесіндегі басты темірқазығымыз. Ендеше алаштар ақтау міндетіміз бен парызымыз.